Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен кешкі асқа, ауызашарға беруге өте жеңіл әрі әдемі подачамен гречкамен, яғни қарақұмық қосылған котлеттің рецебімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Алдымен ет аламыз, яғни сиыр етін алып, турап алдым, сақтап, қатты сақтап тураған жоқ. Міне мүмкіндігінше турап осындай алып турап алсаңыздар болады. Яғни майдалау болса да болады турауға. Мен осыны алып, енді блендер арқылы ұсақтаймын, яғни мясорубкадан ұсақтасаңыздар да болады, ет тартқыштан. Мен енді осы блендер арқылы ұсақтайын деп ойладым. Осы блендермен қазір өздеріңіз көріп отқандай осылай бәрін блендердің ішіне саламыз. Еттеріміздің бәрін ұсақталып туралған. Сосын бұны ұсақтаймыз, яғни блендердің қақпағын жауып, еттің бәрін салып болғаннан кейін блендердің қақпағын жауып, осы етімізді ұсақтай бастаймыз. Әбден ұсақтап, кәдімгі фарш болғанша етті тарта береміз, яғни миксерлейміз. Фарш болып әбден езілгенше етіміз. Өздеріңіз көріп отқандай осылай миксерлей бастаймын. Фаршымыз ұсақталып, әдемі болып шығады, яғни етіміз. Осы еттен біздер котлет дайындауға кірісеміз қазір. Мінекей көріп жатсыздар, етіміздің бәрін ұсақтап жатырмын. Өте оңай, миксермен ұсақтаған. Фаршымыз дайын. Осы дайын фаршымызды ыдысқа бөлек салып аламыз. Яғни котлет жасаймыз қазір. Содан кейін бізге керегі бір бас жуа, яғни пияз. Бір бас пиязды аламыз да, оны да осы блендеріміз арқылы ұсақтаймыз, яғни блендерге салып ұсақтаймыз бір бас жуаны. Бір бас жуа жарайды деп ойлаймын. Көп болып кетсе, жуаның суы шығып кетеді. Сол үшін бір бас жуа ғана бізге жарайды. Бұны да салып, блендердің көмегімен бұны да ұсақтап аламыз. Яғни фаршымызға қосу үшін бұны да ұсақтап аламыз. Осылай өте ұсақтайды. Ұсақталып болғаннан кейін осыны фаршыға саламыз. Фарштыңызды содан кейін тұздап, қалауыңызша өздеріңіз мөлшеріне қарай тұздап, бұрыштап аласыздар. Міне фаршымыз дайын, өздеріңіз көргендей. Жуасын қостым, тұзын, бұрышын қостым. Және бұны осылай енді алып, қолымызбен алып ұрғылай бастаймыз. Яғни суы арасындағы суы шығу керек. Сол үшін қатты ұрып, суын шығаруымыз керек. Қолымызға аламыз да қайтадан лақтырамыз. Сонда фарштың суы шығады, яғни арасындағы ауасы шығып, нелеу болады да, қаттылау піскен кезде шашылып қалмайды сол кезде. Сол үшін ұрып аламыз осылай. Содан кейін енді тақтайымызға ұнды сеуіп аламыз да, сеуіп алып, котлеттерімізді дайындай бастаймыз. Қолымызды алып, шағын котлеттер дайындаймыз. Өзі көріп жатсыздар, осылай қолымызбен алып, қысып котлеттерді дайындаймыз. Дайын тұрған ұнымыздың үстіне қойып қоямыз. Пісіретін кезде осылай екі жағын айналдырып отырып, котлетімізді ұнға бұлғап отырып пісіріп аламыз. Мен бәрін дайындадым. Осылай пісіретін кезде екі жағын ұнға бұлғап тұрып, котлетімізді пісіреміз. Одан кейін бізге керегі картоп, яғни картоп аламыз. Екі бас картоп жарайды. Осыны аламыз, яғни адам санына қарай оны өздеріңізде көбейтсеңіздер де болады. Мен бұдан пюре жасаймын, яғни бізге қазір тамағымызға қасына қосымша қосуға, яғни гречканы бізде балалар көп жей бермейді. Қасына мен пюре қосып берсем, өстіп картоптан езіп, балалар жақсы көреді. Міне гречкамыз осылай жуып дайындап аламыз. Бұны да сосын қазанға саламыз. Қазанға салып, мен ешқандай сұйық май құймадым. Осылай қазанға салдым да, үстіне су құйып, қайнаттым, тұзын салдым да, өстіп қайнатып алдым. Ештеңе қосқан жоқпын, сұйық майды қоспадым, ештеңе қуырмадым. Тек үстіне су мен тұзды құйып пісіріп алдым. Және де котлетімді бөлек дайындап жатырмын. Осы бізге подлива үшін
сәбіз. Міне біздің тамағымыз дайын. Осылай әдемі подачамен берсеңіздер де болады. Мінекей, және де балалар подлива жемесе, қоспасаңыздар да болады. Видеоны соңына дейін көріп қарағандарыңызға рахмет. Лайк, комментарий басып кетіңіздер.